5 жасар бүлдіршін 4-ші қабаттағы пәтердің терезесінен құлап кетті. Қазір қалалық аурухананың жансақтау. Кентауда үйлердің бірінен өрт шығып, 8 жастағы бала 5-ші қабаттан секіріп кетті. Мен магазинге барып келем, тыныш отырмын, ма? Өртке қарсымыз сержант Ибиш. Кентау қаласы. Түсінікті жатыр. Сіздерге ектегінге жібердім. Азат ел, азат жердің ұландары, қазағымның қайсар мінез қырандары, нақ бүгін келіп жетті өздеріңе, арналатын өлең жолдары, жыр арнауы. Күш жүгерін таусылмасын азат елдің ұланы, сөнбес мәңгі елдігімнің, өшпес елдің шараға, қастерлейтін есіміңді еселейтін және де бейбіт елдің батырлары, биік тұрар құрама. Құрметті қазақ елі, сіздерді шын жүректен 19 қазан құтқарушылар күнмен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміздің көк байрағы көгімізде мәңгі желбіресін.